Ассаламу алейкум, қымбатты достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Қазір мына жердегі сабақты осы жерге сақталмайды. Сабақ Telegram каналға сақталатын болады. Пока біз осы жерге жай ғана жазып аламыз. Көңіл күйлеріңіздің барлығы жақсы шығар деп ойлаймын. Түсіпқалиева Айзада, Симтіспаева, уалейкум ассалям. Так. Үшеде тұрайын, иә? Құндылық сабағының басталғанына уже біраз уақыт болды. Қақ ортасына дейін кеп қалғанда шығарыңыздарды, иә? Жалпы өзі мынандай ғой, менторлық дегеннің өзі, наставник деген, наставлять дейді ғой, иә? Жетектеп жүру деген сияқтыны білдіреді. Яғни Телеграмға біз барлық тақырыпты беріп қойдық. Барлық техниканы беріп қойдық. Соның ішінде сізге нақты керегі. Мысалы, қараңыз, мен өте көп ашулана берем дейтін адам болатын болса, ашуға байланысты сабақ бар оның ішінде. Ақшадан қысылып жүрмін дейтін адам болатын болса, ақшаға байланысты сабақ бар. Отбасылық жағдайларға байланысты, қарым-қатынасқа байланысты сабақтар бар. Өзіңізге нақты қажетті сабақты прикрепить деген бар, иә, Телеграмда. Соны прикрепить етіп қойып, қандай кезде сіздің энергетикаңыз төмендейді, сізге мотивация жетпейді, сол кезде тыңдай қоюға болады. Қайта тыңдап отырамыз. Түсінесіздер ме? Қараңыздар, құндылыққа біз өте көп техника бердік. Бұл 90 күнге негізі көп емес, шындығында да. Бірақ біз 90 күннен кейін тағы да 90 күн біз оны сақтаймыз, иә? Бұл негізінде мен өзіме айтатын болсам, маған өзіме 4 ай, 5 ай менің толық депрессиядан шығуыма жеткілікті болған. Но әр адамның психикасы әртүрлі әрине. Мен өзім депрессиядан шыққан кезде мыңмен шығып кеткен адаммын. Қараңыздар, кім қиналып жүр, кім депрессияда жүр. Қараңыздаршы, біз депрессияда болған кезде, біз қатты қайғырып жатып қалу арқылы көп ресурсымызды жоғалтып аламыз, немесе жатып қалып қайғыру арқылы біз энергиямызды қайғыға қатты жұмсап қоямыз. Менде де болды, бұл депрессияның басында болады. Енді менің өмірімде өте қатты қиын күндер өтті. Может, сіздерге түк қиын емес шығар, мен үшін өте қиын болды. Қараңыздар, депрессияда жүрген кезде, мүлде қайғырмау деген нәрсе болмайды. Мысалы, адам қайтыс болатын болса, біз оны жоқтап, қайғырып, аза тұту, бұл адамның денесі жоқтайды, адамның денесі қайғырады, денеде қайғы болады. Бұл түсінікті жағдай. Енді қараңызшы, қатты қиналып тұрған адам егер бүкіл ойын, миын, ниетін, тілін, барлығын цель, мақсатқа жіберетін болса, мыңмен ұшады. Егер сіз қатты сондай бір состояние тұрған болсаңыз, дәл қазір не істейсіз? Дәл қазір мақсаттарыңызды жазасыз, күні-түні сол мақсаттарды бөліп, жоспарлап, бірінші мынау керек, екінші мынау деген сияқты. Үшінші аффирмацияға, төртінші өзіңізбен өзіңіз оңаша қалуға, то есть тек қана жата бермеу керек, әрекет. Яғни өзіңізді жатқызып қоймаңыз, өзіңізді қайғыруға бермеңіз. Сізге түсініп жатырсыз қазір. Адамның психикасы қатты қайғырған кезде сәби деңгейіне түскіреді. Яғни ішкі сәби қатты қиналып кететінін түсініп жатырсыз. Біз, мысалы, кішкентай бала қиналған кезде үлкен адам болып, кішкентай баланы жұбата алатынымыз секілді, өзіміз солай жұбатуымыз керек. Біз барлығымыз біреуді жұбатуға өте пысықпыз. Біреуге кеңес беруге біз өте пысықпыз. Өзімізге келгенде кішкене миымыз істемей қалып жатады. Сондықтан, егер біз өзімізді жұбата алсақ, өзімізді көтере алсақ, өзімізді дамыта алатын болсақ, бізге психологтың да керек жоқ негізінде, иә? Сила, воля дейді, күш-жігер. Адамның өзінің күш-жігерінен асқан көмекшісі жоқ екен негізінде. Енді қараңыздар, ислам бойынша айтатын болсақ, адамға кез келген сынақ не үшін келеді? Аллаға жақындау үшін келеді екен. Қандай қиын болған кезде сен Аллахтың алдына бара беретін болсақ, Алла ешқашан сенің қолыңды бос қайтармайды, ешқашан сені жалғыз қалдырмайды. Ешқашан жалғыз қалдым, қиналып қалдым, жалғыз бастымын деген сөздерді қолданбаңыздар. Сіз ешқашан жалғыз болмайсыз. Сіз либо Аллахпенсіз, сіз либо шайтанмен боласыз, былайша айтқан кезде, иә. Так,
Мен бір комментарийді қосып жіберейін. Сұрақтарыңыз болса қойып жіберсеңіздер болады. Бисмилля. Медитация ұйықта қалу нормально, ұйықтай береміз. Қалай негатив ойға мән бермеуді үйренеміз. Қазір тоқтаңыздар, қараңыздар. Тағы да қайталап айтамын, негатив ой сізден күшті емес. Сіз оны тоқтата аласыз, сіз оны дамыта аласыз, сіз оны аннулировать етіп жоқ қыла аласыз. Кез келген негатив ой басталған кезде біртіндеп, мысал үшін қараңыздар, мен қалай айтсам болады. Мысалы, менде бұрын осы именно құндылық сабағына шыққанда мен өте көп есінемін. Неге екен осы қызық, қараңыздар. Менің ойымды мен басқарам. Ол менің ойым. Ол біреудің ойы емес, ол менің ойым болғандықтан мен басқарам. Мен тілімді де солай басқарам. Мысал, қараңызшы, мен тілімді басқара алмаймын. Ашулансам бала шағамды ұрып қоямын дейтін кісілерге миллион рет айтылған әңгіме. Сіз қанша ашулансаңыз да қайын сіңліңізді ұрмайсыз. Қанша ашулансаңыз да бастығыңызға сөз қайтармайсыз. Қажет болса тіліңізді тыясыз, қажет болса өзіңізді ұстайсыз. Жағдай жақсы адамның алдында, статусы жақсы адамның, қызметі жоғары адамның алдында сіз өзіңізді ұстайсыз. Неге балалардың алдында ұстай алмайсыз? Өйткені сіз оған шамаңыз келетінін білесіз, просто басынасыз. Сол сияқты адам тілін де тыя алады, қажет болса, қолын да тыя алады, қажет болса, ойында тыя алады. Мысалы, менде бұрын страх позора деген нәрсе өте қиын болатын. Сондай позор болып қалудан қорқу деген дүние болатын. Сондықтан біреулердің сондай бір өте ұят бір әрекеттерін, басқа бір дүниелерін көрген кезде менде паника триггер ететін қатты. Мен соған кіргім келмей. Сөйтіп мен жаңағыдай, қараңыз, маған енді қатты өзіме шындығын айтатын болсам, мысалы, менің өзі телефонымда избранный дейтін бөлім бар. Сол бөлімде отбасыға байланысты, отбасының татулығына байланысты дұғалар бар, қарыз кредитке байланысты дұғалар бар, немесе жаңа қатты қиналған кезде айтатын дұғалар деген бар, немесе жаман ой, қиналған ғой сол, жаман ой мазалаған кезде айтатын дұғалар бар. Мен өзім отыра қалғанда дұға айтамын, бірден ой тоқтап қалады. Яғни мен жаман ойлап жатып қалуға, қанша мысал үшін күйеуімізбен бір нәрсеге келіспей қалсақ, қатты ашуланып, қатты көтеріліп келе жатсам, бір ашулансам, мен ашу шығу керек қой, ашулануым мүмкін, мен мысал үшін қағазды алып жыртып жіберуім мүмкін, бірдеңені мыжып тастауым мүмкін, но жаңағы дұғаларды айтып бірден өз-өзіме келемін. Мен ашуландырып тұрған шайтанның ісі, сондықтан да Аллахым мені жалғыз тастама, бір сәтке мені тастама, Аллахым менімен бірге бол. Одан кейін жаман ой келе жатқанда менің тағы да бірнем бар. Мысалы, жаман ой жүрегім тарсылдап тұрса, қиналып тұрса, мен бірден мұздай су ішемін, мұздай суға қолымды, бетімді жуып жіберемін. Осындай дүние бар. Одан кейін, мысалы, сен көшеде келе жатқанда бір жаман ой басталып кетті, стоп деп тоқтатамыз да, сіздің миыңыздан шықпайтын, сізді бақытты қылатын, сізді қанаттандыратын, сізді шабыттандыратын бір мақсатыңыз болу керек. Мысал үшін, мен сүйікті анамын, допустим, мен сүйікті жармын, білмеймін, мен мықты кәсіпкермін дейтін өзіңіздің мықты бір аффирмацияңыз болу керек. Миыңыз сенбей ақ қойсын, сенің шарт емес. Телефоныңыздың бетіне бір жерге қойыңыз. Жаман ой басталған кезде сіз өзіңізге стоп, өзіңіз тоқтатасыз да, мен мықты кәсіпкермін. Жолы ашық, жолы болғыш, мықты кәсіпкермін. Мен мықты кәсіпкермін. Мысалы, мен қазір ойлаңызшы, мен бір жаман ой ойлап отырдым. Бала шағама бірдеңе болып қалса, Құдай-ай, не істеймін? Стоп. Мен жолы болғыш кәсіпкермін. Мен сүйікті жармын, мен сүйікті анамын.
болды, мен жаман ой, мен мықты кәсіпкермін деген кезде мен уже өзімнің мықты кәсіпкер екенімді, қол астымда жүрген адамдарды елестетіп бастаймын. Бітті, ана ой шығып кетті. Енді қараңыз, мен не нәрсені көп ойлаймын, соны шақырамын. Егер мен жаман ойды, жаңа балама бірдеңе болып қалады десем, мен соны шақырамын. Сол үшін мен не дедім, маған сен керек жоқсың, мен сені шақырмаймын, стоп, керегің жоқ. Мен жолы болғыш кәсіпкермін, мен сәттілікті шақырамын, мен байлықты шақырамын, мен махаббатты, бақытты шақырамын, мен жолы болғыш кәсіпкермін, сүйікті жарымын, сүйікті анамын. Болды, менің миым, ойым бәрі мына жаққа кетті. Менің жүрегімде қатты қиналып отырған кезде де өзіңізге стоп қойып, осы жағын алып кететін болсаңыз, 90-100 күн осыны практиковать ететін болсаңыз, сізге жаман ой жоламайды уже. Тез келген тіпті паникадан осылай шығып кетуге болады. Бірақ біздің қателігіміз неде? Біз жаман ой келгенде соны қайғырып, қиналып, біреуге айтып, жазып, дірілдеп, кішкене соған энергия беріп қоямыз. Жоқ, оған энергия беруге болмайды. Сабақ зор болып жатыр дейді. Қуаныштымын. Қайырлы күн, Түркістан Гүлзия. Қайырлы күн. Сізге де негатив ойды айттым, я. Медитацияда қараңыз, адамның санасы, миы ұйықтағанмен түп санасы ұйықтамайды, естеріңізде болсын. Сондықтан медитация кезінде ұйықтасаңыз да түп сана ұйықтамайды, ақпаратты қабылдай беретін болады. Дене блоктарымен жұмыс жасау қаншалықты дұрыс дейді. Мысалы үшін біз енді дененің блоктары дегенде денеңіздің қай жерінде блок тұрғанын біз түсіне алмаймыз. Эмоция іште болады. Жүрек тапсылдап тұр деген сөз, жүрегімде бірдеңе тұр. Асқазанымда молодец. Асқазанымда жүрегім айнып тұр деген сөз болса, ол асқазанда бірдеңе тұр деген сөз. Эмоция денеде болады. Иә, денеде болады. Бірақ біз ой арқылы, мысалы үшін қараңыздар, дене блоктарымен жұмыс жасайын, жаңа телесный, анау, мынау деген нәрсенің барлығына біз қазір өте көп болды ғой, шегеге тұрасың, анда бүйтесің, сөйтесің, массаж арқылы дейді, көп нәрсе, иә, қазір. Мысалы, қараңыздар, ешқандай телескаға бармай-ақ, өзінің намазымен, зікір шүкірімен жүріп ақ бүкіл блогынан айырылған қыздарды өте жақсы білем. Қараңыз, мысалы, менің қазір жүрегім айнып тұр деп тұр, иә, менің миым айтып тұр, жүрегім айнып тұр деп тұр, иә. Енді қараңыздар, осыны бір түсіндіріп жіберейін. Адам ой арқылы кедейшілікті шақыра алады, ой арқылы байлықты шақыра алады. Адам ой арқылы ауруды шақыра алса, ой арқылы денсаулықты шақыра алады. Адам ой арқылы шақырса, ой арқылы кетіре алады. Кез келген нәрсені. Мысалы, мен өмірімде көрген жоқ, мен өмірде ажырасуды ойламағам. Күйеуіме 10000% сеніп едім, ол маған осындай жасады деген болмайды. Сіздің бірінші ойыңызға келеді, сатқындық, осы сатқындық жасайтын сияқты, измена жасайтын сияқты, сен алмайым күйеуге деген ойлар басталады. Артынша сол ойлардың нәтижесі болып бастайды өзі. Сол сияқты жақсы бір методика бар, қазір мен айтып көрейін, но не у всех получается, бәріңіз жасай алмайсыздар, бірден айтып қояйын. Прокачанный психологияға қатысы бар, кішкене өзімен өзі көп жасап жүрген, өзіне өзі көп телесный разборлар жасай алатын, миымен жұмыс жасай алатын адамдарға оңай болғанмен, алғаш қатысып жатқан кісілерге кішкене қиындау болуы мүмкін. Мысалы, қараңыздар, былай болсын. Қорқыныш деп айтайық, мен авариядан қорқатын болсам, авария туралы видео көрсем, авария туралы фото көрсем, біреу аварияға түсіп деп естісем, менің жүрегім қағып кетеді. Қорқыныш пайда болады. Енді мысленно не болды? Мысленно мен не істеймін? Жүрегімдегі қорқынышымды қолыммен былай аламын да, көз алдыма оны формаға айналдырам. Мысалы, менің қорқынышым, оны любой о жерде бір қиялданып отыр, қуып отыр деуі мүмкін. Сіз ешкімге мән бермеңіз. Мимен жұмыс бұл жерде. Мысалы, менің қорқынышым қап-қара көмірге ұқсайды. Примерно айтып тұрмын. Қолыммен арқылы алам да, қолыма өте жақсы күшті жұмыс жасайды. Қолыммен алам да, қолымда тұрма жаңағы көмірді қоям да, елестетем. Жоқ, қатя көмір. Елестетем. Бұл да жаңа лимон сияқты ғой. Лимонды елестетеміз, шайнаймыз, аузымыздан сілекей ағып жатады.
лимон десек сілекей ағады. Хотя лимон жоқ, бірақ ми сеніп тұр. Тура осындай. Жүрегімде қап-қара қорқыныш тұр, ол көмірге ұқсайды. Мүмкін ол өсімдікке ұқсайды, мүмкін ол балшыққа ұқсайды, мүмкін ол білмеймін тасқа ұқсайды, темірге, маңызды емес. Немесе жүрегім айнып тұр, немесе кеудем шаншып жатыр, тамағым тығылып жатыр, разница жоқ. Қатты ашуланғанда мына жеріме тас тығылып қалғандай болады. Хорошо, тасты қолымызға аламыз, көз алдымызға елестетеміз, не дейміз? Мен болғаның үшін үлкен рахмет, менің өмірімдегі сенің миссияң бітті, 3-ақ сөз, мен сені босатамын, болды. Мына жерде кішкене қазған сияқты қайтадан аламыз. Мен болғаның үшін үлкен рахмет, менің өмірімдегі сенің миссияң бітті, мен сені босатамын, болды. Ми сенеді осыған, ми сенеді, ми неге сенеді? Бітті, бұның ашуы кетіп қалды, болды. Бұда енді ашу болмайды, ми сенеді осыған. Тіпті сіздер білесіздер, иә? Мысалы, өте қатты қорқыныштарын қағазға жазып, өртеп жіберіп, 8 жыл бойы балам өліп қалады деп қорқып жүрген келіншек. 8 жыл қорқып жүрген, біздің түпсанаға қатысқан, өзінің қорқынышын жазған, өртеген, ағызып жіберген. Болды. Бірден кетіп қалды дейді. 8 жыл құтыла алмағам дейді. Ми сенеді, мидың настолько сенуіне байланысты. Түсіндіңіздер ме? Я выгорание жаман ойдан өзімді сразу жұлып шығарамын, красотка. Уже 2 жыл болды өзіммен жұмыс жасап жүргеніме. Олшық техникасын жасап, сол күні 1 миллионның сертификатын ұтып алдым. После разбора меня очень тошнит, деді. Это нормально. Это нормально. Так. Төме орган милиция туралы қорқыныш болса, как избавиться? Если бы вы работаете в этой сфере, если соған прямо реально қараңыз, қорқынышыңызды былай айтыңыз, қорқынышыңыз қаншаға бағалайсыз қорқынышыңызды? 1 ма, 2, 3, 10-ға дейін. 10-ға дейін шкалада қандайға дейін бағалайсыз? Если 9-10-ға дейін болса, 9-10 өте қатты пикта тұратын болса, онда желательно психологпен жұмыс жасау керек. Ал енді аз-маз болатын болса, жаңағыдай ой келетіңіз тоқтайсыз. Менің жолым болғыш, жолым ашық. Мен Алланың қорғауындамын постоянно. Ойламауға тырысамыз. Ойламауға тырысам дегенде, ойламайым деген сайын сен оны ойлай бересің. Сол үшін фокусты басқа жаққа бөлуіміз керек. Выкидыш болды недавно, жасым 37, жарты жыл бұрын күйеуге шыққанмын. Психологпен жұмыс керек бұл жерде де. Өзгеріс болмай жатыр, ойда мінезде кетпейді, қайта басталады кішкене. Я, қайта басталады, оңайлықпен олар сен жібере салмайды. Но, не дейді? Қалай еді? Қалай еді? Орыстардың бір сөзі бар еді ғой. Қайталай берсең нәтиже болады дейтін, қалай орысшасын ұмытып тұрмын. Сондай бір сөз бар еді ғой, міндетті түрде болады. Мен өзім айтатынмын. Бұл қорқыныштан мен қашан құтылам деп айтатын едім да. Бұл мүмкін емес, менде ажырасу қорқынышы болды ғой. Бұдан құтылу мүмкін емес деп ойлайтын едім. Қазір ойласам, қазір бәріне айтам, мүмкін емес нәрсе жоқ деймін, қыздар. Любой нәрседен құтылғың келе ма, құтыласың. Кете ма, кетеді. Молшылық техникасынан бері ақша келе береді. Я очень рада. Вы в потоке. Оттан қорқамын. Қорқыныш қай жерінде тұр? От жанып атқан кезде елестетеміз, денеңнің қай жерінде тұр? Қолыңа аласың, мен болғаның үшін рахмет, сенің миссияң бітті, мен сені босатамын. Бітпей ме? Қайтадан жасаймыз. Бітпей ме? Қайтадан жасаймыз. Мен старшы болып жүрген, мені алып тастады. Все к лучшему, қыздар. Все к лучшему. Біз жұмыстан шығып кеткен моментте қатты қиналамыз, бірақ оның артындағы ресурсты көрген кезде алып тастаған қалай жақсы болған дейміз. Немесе мен айттым ғой, маған қарыз ақша сұрайын, бермейді, қатты ренжіп, қатты ашуланып, сөйтіп жүріп мен осы инфобизнесқа келіп, инфобизнеспен 1 миллион теңгені 1 сағаттың ішінде тауып кеттім ғой. Сол кезде ойладым ғой, ана кісілердің маған қарыз бермегені қандай жақсы болған. Егер қарыз бергенде мен сол қарыздарды алып, жауып, қарызға батып, қиналып жүретін едім да. Сондықтан да сізді алып тастаған жоқ. Сізді лучше нәрсе күтіп тұр. Будьте уверены, лучше. Егер сіз мені алып тастады, менің жолым болмайды, мен артқа кетіп қалдым десеңіз, солай болады. Вы решаете, достар, қыздар, жігіттер. Сіз шешесіз. Сіз артқа кетіп барам десеңіз, артқа кетесіз, алға кетем десеңіз, алға кетесіз. Мен бәрінің бастығы болам десеңіз, боласыз.
поверьте маған. Ақшасы қалам ба деген ойды қорқыныш сияқты жұмыс жасаса болады ма? Конечно. Кішкентай кезімде мамам сауда істеп, участковый келе жатыр дегенде қорқып, бәрін тығып өтеп жатқан көз алдымда қалып қойып, сонымен жұмыс істей алмай жүрмін. Жеке разборға келетін мүмкіндігіңіз бар ма? Мен ұйықтай беремін. Оқып жатсам да, тыңдап жатсам да дейді. Күндіз ұйықтайсыз ба, түнде ұйықтайсыз ба, соны айтыңызшы. Балаларым көп ауырады, сразу жетеледі дейді. Сізде сол акцент, фокус балаларым ауырып қалмасын деген қорқыныш бар, иә. Кішкене детский разборларға керек сияқты. Бұл жерде бүкіл әлем мені жәлеп деп күн бермей жатыр. Не істеймін күнде үйімнің алдына келіп айқайлап тұрады танымайтын адамдар дейді. Понимаю, жаным-ау. Қараңыз, енді сіздік өте қиын ситуация. Бүкіл әлем сізге тиісіп жатыр, сен жәлепсің. Өзіңізде бір күйеумен қарым-қатынас болған шығар, бәлкім мүмкін сөйлесіп болған шығарсыз, иә? Хорошо, ладно. Біз сізді кінәламаймыз, біз сізді сөкпейміз, жек көрмейміз. Қараңыз, кішкентай кезіңіздегі фотоңызды аласыз барлықтарыңызға. Жаңағы милициядан қорқамын деген кісілер, оттан қорқамын деген кісілер, мені бүкіл әлем кінәлап жатыр деген кісілер. Қараңыздар, өте бір мықты техника айтамын қазір. Өте бір мықты техника айтамын. Соны түсініп біліп алыңыздар. 3 жаспен 13 жас, 15 жас аралығында фотоңызды аласыз. Фотоңызды қойып қоясыз. Күн сайын 5 минут. Сол кішкентай. Сіз үлкен адамсыз. Сіз кішкентай бала емессіз. Сіздің жасыңыз 5-те емес. 3 жас пен 15 жас аралығында фотоңызды аласыз да, кішкентай қызды сол жаладан құтқарасыз. Қорқыныштан шығарып аласыз. Қорқыныш сізде емес, кішкентай қызда. Сіз қорқып жатқан жоқсыз, кішкентай қызға айтыңыз. Мен сені қорғаймын. Мен сені жақсы көремін. Мен саған ешкімнің тиісуіне жол бермеймін. Мен сенің бар қалауыңды орындаймын, жаным. Мен сені жақсы көремін. 5 минут сол қызды жігер. Ол қызбен қосылып жыламаймыз, үлкен адамсыз. Пожалуйста. Кішкентай қызбен қосылып, еңіреп жылап отырмаймыз. Я, түсінікті. Кішкентай қызға күн сайын 5 минут мотивация береміз. Ол қиналып тұр, қорқып тұр. Я, сіз аяп тұрсыз, жүрегіңіз ауырып тұр, сіз оны қатты түсініп тұрсыз. Максимально жылсыз. Көзің қандай әдемі, жаным-ау. Сен қандай керемет қызсың. Мен сенің қасыңдамын. Ештеңеден қорықпа. Өйткені егер сіздің өзіңіздің қорқынышыңыз оянса, сіздің барасыз мұздай суға жүгініп келесіз, ана қызға айтасыз. Сол қызды, внимание, сөйлесіп біткеннен кейін обязательно 1 минут бойы қуантасыз. Қытықтайсыз, еркелетесіз, қуантасыз. Қытықтайсыз, еркелетесіз, қуантасыз. Қытықтайсыз, еркелетесіз, қуантасыз. Аспанға лақтырасыз, қуантасыз. Жатқызасыз, қуалайсыз, қуантасыз. Сол қызбен мысленно 1 минут, 5 минут сөйлесеміз, 1 минут ойнаймыз. Ең басты нәрсе, қызға да сізге ең басты нәрсе не? Бәрі артта қалды, уже жоқ. Қорқыныш деген иллюзия. Проблема, оның барлығы иллюзия мида тұрған. Все, жоқ. Қазір ешқандай қиындық жоқ. Осы нәрсеге өзіңізді де, қызыңызды да, ішкі сәбиді де сендіргенше максимально жұмыс жасайсыздар. Аллаға шүкір, сіздің қолжетімді сабақтарыңызды алып көп ойларды жібердім, жеңілдеп жүрмін ақырында. Жеке разборға қалай барса болады? Жеке разборға бару үшін, одан кейін мен сіздерге бір хабарландырып айта кетейін. Жеке разборға жазылу үшін бізде Анталия қаласында ретрит болады. Ретрит 3 күн болады. 1 күн Анталияда демалу бар, ішіне тұз суға шомылу, тамағымен, барлығымен. Ол жерде 8 ғана орын бар. Ретритке қатысу үшін, онлайн, офлайн разборға жазылу үшін мен осы эфирдің телеграм каналға маған да жүрген жігіттерім жәлеп деп көп айтады. Бұрын мама айтушы еді, жаным-ау. Мүмкіндік болса жеке разборға келіңіздер, иә, қыздар. Или өз қалаңызда психолог мамандар болса психологтармен жұмыс жасаңыздар. Одан кейін телефон номер қалдырып қояйын телеграм каналға, иә, бүгін қалдырып қоямын. Сол Әйгерім деген қызға хабарласыңыздар. Жеке разбор бойынша, ретрит бойынша, глубинный жұмыс жасалғаныңыз келсе, соған жазылғандарыңыз дұрыс болады. Так.
болмай ма дейді. Менде бүкіл Қазақстан Қызылордаға өткізгім келіп тұр, Шымкентке